Саламатсыздар ме, құрметті білім алушылар? Бүгін дене тәрбиесі бойынша сабағымыз асық ату және оның ережелері. Оқытушысы мен Дәулетханұлы Дастан. Асық ойынның тарихына тоқтала кететін болсақ, ертеде ата-бабаларымыз асық ойынын балаларын жас кезінен бастап үйрете бастаған. Тіпті сәби дүниеге келмей жатқанда жас нәрестенің ойнайтын асықтарын жинаған. Асық ойындары тек қана қазақ халқында ғана таныс ойын түрі емес, бұл ойынды Орта Азия халықтары, оның ішінде өзбек, қырғыз, тәжік ұлттары да әлі күнге дейін ойнап келеді. Асық ойындарының тәрбиелік мәні зор. Асық ойынның ептілікке, мергендікке, шапшаңдыққа, сергектікке баулиды. Асық ойындарының көп бала болып ойналатын түрі әрбір жас баланың намысын қайрап, жеңіске деген талпынысын арттырады. Асық ойынында үнемі отырып тұру, жүрелей отыру, тізені жартылай бүгу, жиырылу, ширығу жас балалардың денесін шынықтырып, аяқ-қолда буын ауруларын алдын алады. Келесі, асықтың түрлері мен атаулары. Мысалға, алшы асықтың иірілген табаны жерге тиіп тұрып түсуі, ойын кезінде оған аса мән беріледі. Ол бірінші дәрежелі асық. Одан кейін тәйкі асықтың иірілгендегі табаны үстіне қарап тұрық түсуі, ол екінші дәрежедегі асық. Одан кейін бүге асықтың иірілгендегі дөңеш жоны үстіне қарап ет бетімен жатық түсуі, ол үшінші дәрежеге мән болып табылады. Төртінші бізде шіге асықтың иірілгендегі шұңқыр құрсақ жағы үстіне қарап шалқасынан жатып түсуі, ол төртінші дәрежеге мән болып табылады. Омпы асықтың ашасы немесе мұртша жағы жоғары қарап түссе, ол бізде омпы болып саналады. Шоңқай асықтың омпыға қарама-қарсы жағы тік түсуі. Келесі, асықтың түрлері мен атаулары. Алшы, тәйке, бүк, шік, оңқы, шоңқы, қоңқы деп аталады. Асық элементтері: ойық, жон, мүйіз, құймышақ, кіндік, табан, мүйіз. Асық иірудің түрлері. Асық иірудің түрлері: оңқай асықтарға бас бармақ, алшы, бүк, ал солқай асықтарға бас бармақ, тәйкі, шік болып бөлінеді. Асықтың ойын түрлері, асықпен ойналатын ойын түрлері, яғни асықты тігіп ойнау, тас қала ойыны, хан, төрт асық ойыны, құмар, қан талапай, алшы ойыны, сонымен қатар омпы ойыны. Асық ойындары, оның ішіндегі омпы ойыны. Асықты мұртынан немесе жамбасынан тұрғызып омпы дейді. Омпы ойынның 2-10 балаға дейін қатысады. Сонымен қатар асық ойындары асықтың тігі ойнауы. Бір топ бала жастар жиналып, келіп, тегіс жерде таңдап, алдын ала оны тазартып, оны төрт бұрышқа сызып, сол төрт бұрыштың ортасынан тең етіп екіге бөліп, әр жағынан қашықтықпен балалардың жас мөлшеріне қарай белгіленеді. Сонда олар 10-20 сантиметр немесе 1,5 метрге дейін болады. Мұны көн деп атайды. Сонда ойыншылар өзара келісім бойынша көннен 4-5 метрге, одан да көп мөлшерге асық ататын орын белгіленеді. Оның сызықтарын белгілейді. Ойыншылардың осы жердегі тұрып көндегі асықтарды атып түсіруі керек. Келесі, хан талапай ойыны. Асықпен ойналатын ойындардың тағы бір түрі хан талапай. Балалар бұл ойынды үлкендердің басшылығымен ойнайды. Ойынға қатысушы балалардың саны шек қойылмайды. Олар ойын жүргізушілердің айналасында жарты шеңбер құрып орналасады. Ойын жүргізуші қолындағы асықты хан талапай деп ортаға қарай шашып жібереді. Ортадағы тез жинап алу керек. Кім аз жиып алса, сол жеңілген болып есептелінеді. Ойынның мақсаты балаларды жылдамдыққа, жеделдікке, жүйріктікке, шапшаңдыққа үйрету. Осымен сабағымызды қорыта келе, асық ойынын сақтау біздің міндетіміз. Бұл ұрпақтан ұрпаққа берілетін мұра,
келешек ұрпақ оның құндылығын сезінеді деп сенеміз. Сіздерге назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет.